Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін осындай әдемі бомбоньерка жасайтын боламыз. Ең бірінші очередь бізге оңай жасау жолы. Ол үшін телеграм каналыма қосылсаңыз болады. Оның ішінде осындай әдемі дайын шаблондар бар. 1000-нан астам түрі бар. Дайын, әдемі жаңа үлгіде жасалынған. WhatsApp номерімді осы видеоның астында тастап кететін боламын. Қазір МК көрсетем. Осындай міне шаблонды алғаннан кейін жазуын жазып, распечаткаға шығарып, осылай бүктейсіз. Осы бүктеген кезде беговать етпес үшін не істеу керек, ол туралы лайфхакта айтып кеттім. Немесе маған жазылсаңыз, сонда лайфхактан көруге болады. 100 штугін беговать ету енді қиын да, просто әрқайсысын сызып отыру. Сізге заказ келгенде осылай майыстырып шығасыз. Беговать етпей ақ майысқанда әдемі болып майысады тоже, дым білінбейді. Клейлейсіз екі жағын. Желімдеймін, обычный клеймен, 150 теңгенің клеймен клеймдеймін. Клейлеймін. Ыстық клей бұнда не обязательно. Осылай екі жағын клейлеп шығамыз. Болғаннан кейін мынаның астын жаппаймыз. Мынаның астын жабуға уже болады. Бұл дайын почти. Осылай беруіңізге болады бұны. Ал мынаны бірінші дыроколмен тесіп аламыз екі шетін. Содан кейін барып, только астын жабамыз. Осылай жауып болғаннан кейін лентасын байлап өткіземіз. Ол лентаны әдемі байлау жолын көрсетіп кеттім. Видеомнан қарасаңыз болады. Осында 2,5 см ені, ұзындығы 40 см. Байладық және стразымен, міндетті түрде ыстық клеймен жабыстырдық. Бұл дайын. Бомбоньерка міне бұл дайын. Үкі салу үшін үстін тесесіз. Немесе үкісіз де беруге болады. Осылай шарик сататын магазинде осындай үкілер көп үкі сатылады. Мешокта. Соны алып, өстіп тығып жібересіз. Сонымен біздің бомбоньеркалар дайын. Сау болып, подписка